Қайын ағаммен төсектес болдым. Мен бұл құпияны өзімен бірге көрге алып кетерім деп ойлаған болатымын. Алайда біреуге шерімді тарқатпасам, ішімде атом бомбасы секілді жарылатын түрім бар. Мен үйдің үлкен қызымын. Жастайымнан жоқшылықты көріп, азабын тартып өстім. Бір күн қара суға нан батырып жесек, бір күндері аштан аш ұйықтаған кезімізде болды. Әкем мектепте қарауыл, анам болса мектептің еденін жуады. Екеуі де таңнан кешке дейін жұмыста. Менен кейін 2 сіңлім, 2 бауырым бар. Анам 4 бауырымды маған аманаттап тастап кетеді. Өзім небәрі 10 жастағы қызбын. Өзге балалар ойын қуып мәз-мейрам болып жүргенде, мен су тасып, от жағып, кір жуып жүруші едім. Оларға қызыға да, қуана да қарап тамсанып қойғаннан басқа малым жоқ болды. Сол тірліктің бәрін істеген мен ғой. 4 бауырым бірдеңені бүлдірсе, үнемі мен жазаланушы едім. Анам мен әкем бір рет болсын жарайсың қызым деп басымнан сипап мақтаған емес. Ешбір адамнан мейірім көрмей, жылулық сезінбей өстім. Кейде бәріне қолымды бір сілтеп өте алыс жаққа қашқып кеттім келеді. Бірақ қайда? Қалай? Еш амалсыз солай күнім өте берді. Бір күні кенженім ауырып қалды. Анам егер дене қызуы көтерілсе, парацетамол бер деп дайындап, бауырларым дәрілерді алып жеп қоймас үшін жоғарға қойып кетті. Анам кеткен соң інімнің дене қызуы көтеріліп, қатты күйіп жана бастады. Анам айтқандай дәрілер тұрған қорапты алып, парацетамол бермек болдым. Орындыққа мініп, дәрі тұрған қорапқа әрең қол жеткізіп, тартып жатқанда қораптың жанында тұрған сірке суы, яғни уксус, маңдайыма тарс етіп түсіп кетті. Қақпағы дұрыс жабылмаған ба білмеймін, бір сәтте көзімді аша алмай, бетім ішім бәрі оттай күйе бастады. Шыдай алар емеспін. Дереу барып мұздай суды бетіме құя бердім. Көзім кішкене болсын ашылып, жалаңаяқ мектепке анама қарай жүгірдім. Мені көріп бүкіл мектеп қызметкерлері топырлап жиналып қалды. Анам болса жылап жіберді. Әкем сұранып бауырларыма бас көз болу үшін үйге кетті. Мектептегі бір ағай көмектесіп, көлігімен анам екеумізді ауылдағы кішігірім ауруханаға жеткізіп тастады. Дәрігер бетіме, ішіме бірдеңелерді жағып, аздап ашығаны қоя бастады. Бір параққа бірнеше жақпамайларды жазып, анамның қолына ұстатты. Екеміз жаяулата үйге қайттық. Жол бойы адайырдың бірі күліп мазақ етсе, бір аяп жанымыздан өтіп жатты. Жолай анам дәріханаға соғып, әлгі жақпамайларды алып шықты. Үйге кіреберіс бөлмеде қабырғада үлкен айна ілулі тұратын. Аяқ киімді шешіп, басымды көтергенде, айнадағы құбыжықты көріп, шошып кеттім. Ол бейне мен өзімнің түрім екеніне сенгім келмеді. Төбемнен найзағай түскенде күй кештім. Сол күннен бастап қотыр бет атандым. Айнаға қарағым келмейді. Сыныптастарым, өзім мен қатарластарым барлығы келеке етіп, әр күн сайын үйге жылап қайтушы едім. Бұрындары үйден қашып мектепке барғанша асықсам, енді мектепке бармау үшін түрлі сылтау іздей бастадым. Дүние көзіме тар көріне бастады. Айналамдағы адамдардан өзімді оқшаулау бастадым. Мені жастайымнан жұмысқа салған ата-анама деген өкпем қара қазандай болды. Әр түн сайын, неге өмір сонша қатыгез, неге біздің жағдайымыз өзгелердікіндей емес, неге мен өзге балалар секілді ойнап күліп жүрмеймін, неге әке-шешем мені еркелетіп, жанға жылу сыйлайтын сөздер айтпайды, неге осы сұрақтарға жауап таппай ұйқыға кететімін. Тіпті ұйықтап жатсам да түрлі түстер көріп шошып оянатымын. Не күнім, не түнім жайлы тыныш өткен емес. Балалық шағым бақытқа емес, мұңға толы болып өте берді. Ініне тығылған мақұлықтай өмірім бір қалыпта мәнсіз, мағынасы жалғасын таба берді. Кейде өмірден түңіліп кетемін де, менен де жағдайы нашар адамдарды көз алдыма елестетіп, шүкіршілік ететімін. Аллаға тәуба, аяғым, қолым бүтін, жүре алмайтын, көре алмайтын адамдардың барын ойлап, тәубеме келуші едім. Есейе келе өмірім тамырынан үзілген солап, құрап қалған гүлдей мәнсіз бола берді. Менімен ешкім достасқысы келмейді. 1-2 жақын құрбым бар болатын. Өзгелер оларда Қотырбеттің құрбысы деп келе кете берген соң, олар менен де достығымыз соңына жетіп, жолдарымыз екі айырылды.
Мына кең дүниеде жападан жалғыз қалғандай күйде жүрдім. 8 наурыз мерекесінде қыздардың құшағы гүлге толса, мен сол кітап толы сөмкемді құшақтап қайтушы едім. Өзгелер әр мерекені күтіп, күн санап жүрсе, мен мереке күндердің болмағанын қалаушы едім. Өйткені айналамдағы адамдардың барлығы сый-сияпатқа бөленгенін көріп, жанарым жасқа толып, өзімді өзгелерден кем санап, мұңайып қалушы едім. Жапандағы жалғыз досым, сырласым, мұңдасым бір тәңірім ғана болды. Әр түнде тәңірден маған бақыт бұйыртуын сұрап, жалбарынып, екі қолымды жайып дұға жасаушы едім. Жаһандағы жан баласына мейірім, махаббат сезінбеген соң, өзімде тас жүрек қатыгез жанға айналдым. Мектеп бітіріп, бой жетсем де мені сүйер, қасымнан табылар бірде-бір ер азаматты кезіктіре алмадым. Әрине, ішкі жан дүниесіне емес, сыртқы сұлулыққа мән беретін мына заманда маған кім қарайды дейсіз? Тең-теңмен, тезек қабымен дегендей, өзім секілді жалғыздықтың дәмін тартқан, әке-шешесінен ерте айырылып, қиындықпен күресіп өскен ауылдағы Асқар есімді жігіт танысуға ұсыныс білдіріп, қырындай бастады. Құдайдың қалауы осы болар. Әрі мені жағдайы менімен ұқсас адам ғана түсіне алар деген сеніммен Асқарға тұрмысқа шықтым. Бетінде тыртығы бар, жұрт айтқандай өзім секілді қотыр бет болса да, жүрегінде мейірімі, иманы бар жолдасымнан жылулық сезініп, өмірге деген көзқарасым аздап өзгере бастады. Асқардың Асқат есімді жалғыз ағасы бар. Үшеуміз бірге тұра бастадық. Екеуі бір анадан туған. Мен мүлдем бөлек екі әлемнің адамы. Жолдасым еңбек сүйгіш, кез келген жұмыстан қашпайтын, бір түйір нан адал еңбекпен табатын жан. Ал қайнағамның жүрісі түсініксіз. Не жұмыс істейтінін білмеймін. Әйтеуір күнде түрлі киім киіп, әтірді сүйіп үйден шығып кетеді. Түн ортасында үйге боянған сыланған бір әйелді ертіп келеді. Ертеңіне түске таяу әлгі әйелдер жуынып, шайынып, артын жинамай кете береді. Көп көрген үйренеді, көп білген сый көреді демекші, бұл жағдайға да етім үйренісе бастады. Баяғыда атам үнемі айтып жүруші еді, адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа деп. Қазір сол ақшаға сатылмайтын дүниенің өзі қалмаған секілді. Ақша адамға не істетпейді шіркім. Сол ақшаны алғанша қайнағам әлгі тұтынушыларына балын тамыз ұйқастырып, сөздің сәнін келтіре отырып, неше түрлі мақтауларды жауғызады. Сол сөздерді туған барына айтуға аузы бармасы анық. Ақша жүрген жерде ұялу, қысылу деген сезімнің болмасы белгілі болар баршаңызға. Кейде ана әйелдердің даусын естігенде айдалада жүрген мына мен ұяттан өртене жаздап, екі бетім алмадай болып қызарып, әйел болып туғаныма өкініп кететінмін. Амал жоқ. Бұл дауыстарға жолдасым өзімізге үй тұрғызып біткенше шыдауға мәжбүрмін. Тіпті болмаған соң бөлек пәтер жалдап көрдік. Бірақ жолдасымның табысы пәтер ақы, азық-түліктен артылмай, үйдің құрылысына ақша жинай алмаған соң мәжбүрлі күйде жын ойнаққа қайта көшіп келдік. Көбірек табыс тауып, үйді ертерек бітіріп бөлек шығу үшін Асқар күн-түн демей тыным таппай жұмыс істеп жүрді. Мен де жұмысқа шығып көрдім. Бірақ адамдардың көз қарасы, түрлі пікірлерді көтере алмай, жылап-сықтап жүргенімді көріп, Асқар үйге отырғызып қойды. Бәленің бәрі де осы кезден басталды. Жолдасым біздің болашағымыз үшін тыным таппай шаршап, шалдығып жүрсе, мен сорлы оны түсінбеген екенмін. Әуестік пе, әлде ессіздік пе, қайын ағамның қызметіне риза болып, шаттықтан дауыстары жарқын шыққан әйелдерге еліктеп, маған көңіл бөлуге уақыты жоқ жолдасыма ренжіп, сондағы демалатын 1-2 сағат уақытын ұрыс-керіспен өткізіп, маза бермей қоятымын. Алғашында дыбысын естісем, жыным ұстап, ашудан жарылардай болатын әйелдердің дауысы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдыра бастадым. Алғашында дыбысын естісем, жыным ұстап, ашудан жарылардай болатын әйелдердің дауысы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдырып, нәпсімді арым, ақылым тежей алмай, өзімді солардың орнына сезінгім келе бастады. Алладан безген сорлы бейбақтар деп атап жүрген әйелдердің тізіміне өзімнің қалай кіріп кеткенімді түсіне алмай қалдым. Қайын ағамды көрсем делебем қозып, құмар қысып, ақылынан айырылған адамдай өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай, беймәлім күйге еніп, тұла бойым балқып, шекемнен терім сорғалап кете беретін күнге жеттім.
Ағаң секілді кішкене мақтау сөз айтсаң болмайды ма? Ағаң секілді деп нағыз жанашыр ер азаматымды ессіз ер емес, ез ағасымен салыстырып, күндіз түні миын жеп, өзімнің ақымақтығымды түсіне алмай жүрген күндерім есіме түссе, өз-өзімді қамшымен осып-осып жібергім келеді. Барды бағаламай, есі кеткен ессіздерге еліктеймін деп, өз ақыл есімнің қайда кеткенін ұғына алмай қалдым. Шайтанның арбауы ма, әлде өзімнің көрсеқзар нәпсімнің жеңістігі ме? Әйтеуір жолдасым жоқ болса, бөлмеге тығылатын мына мен, ендігі кезекте ол жоқ болса, етек жемімді қысқартып, қайын ағамның көзіне түсу үшін әбігерге түсетін болдым. Кейде тіпті оның үйге келмегенін қалаған кезімде болды. Жындының сандыраға келеді деп, жолдасым біреудің жүгін артып, 2 күнге басқа қалаға сапарға кетті. Сол кезде ессіз адамдай қуандым-ау шіркін. Оның келмесін біліп, нәпсімнен бір жола жеңіліс тауып, арым, ақылым бәрі бір демге жоқ болды. Есіл дертім әлгі бақытқа, шаттыққа бөленген әйелдердің орнында бір сәт болып, қайын ағамның құшағында болу болды. Еш уақытта мені жалғыз қалдырмау үшін өзге қалаға іс-сапармен бармайтын жолдасымды, менің пейілімді байқап, шайтан алып кетті ме білмеймін әйтеуір. Арам ниетімді жүзеге асыруға барынша тырыстым. Сол 2 күн менің өмірімдегі орны толмас қателікке бой алдырып, ақылымнан адасып, өз-өзімді жек көруіме себепкер болған күн. Өкінгеннен не пайда? Өткенім қайта келіп, қателігімді түзе алмасам. Дана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дегендей, өзім жылтыңдап қайнағама көз сүзіп, алдынан ары-бері қалауымды іс-қимылмен білдіргендей болып кесек көлденен өте бердім. Ол да мені көп қинаған жоқ. Бұл істің маманына айналған қайнағам мені бірден түсіне қойды. Жуынатын бөлмеге кіріп, есікті ашық қалдырғанымды байқаған қайнағам артымнан еріп кіріп келді. Бірден беріле кетпей, аздап назданып үн қаттым. Мұныңыз не, шығыңыз бөлмеден. Қойшы келінжан, сенің көксегенің осы емес пе? Ендеше неге тартынасың? Қане, кел. Не айтып тұрсыз, кетіңіз. Сенің өтірік айтып тұрғаның көзінен ақ көрініп тұр. Қысылма, қане, жақында маған. Жоқ, өтінем, кетіңіз. Тәнің неткен сұлу еді. Тұла бойында бір мін жоқ. Қане, келші құшағыма. Осындай адамды баурап алатын жылы сөздерімен мені одан әрі ақыл есімнен айыра түсті. Қайнағамның құшағына құлай кеткенім есімде. Одан кері еш жиғанымды бәрі кешеді. Не бүлдіргенімді өзім сол кезде бірақ ұқтым. Қайнағам өз ісін бітірді, қайырылып артына бұрылмай бөлмеден шығып кете берді. Сіз не істедіңіз? Не бүлдірдік? Мен не істесем де бәрі сенің қалауымен болды. Менің жазығым не? Өзің емес пе осыны қалағам? Иә, ол кісінің сөзінің жаны бар. Өзім ғой осылай болуын қалағам. Біз адамдар қызықпыз ғой. Өзіміз кінә істей тұра, біреуді айыптауға дайын тұрамыз. Ешқашан кінәні өзімізден іздемейміз. Бұрындары айнаға тек бетімдегі күйіктен қалған дақтар мен тыртықтар үшін қараудан қашушы едім. Сол күні үлкен айнаның алдына өз-өзімен бетпе-бет келіп, өзіммен тілдестім. Сен кімсің? Қандай адамсың өзің? Нәпсіңді жеңе алмай осындай лас әрекетке барғаның қалай? Бұрындары Алладан жақсы жар сұраушы едің. Алла тағала оны саған сыйлады. Ендеше сол адал жарыңа неге қиянат еттің? Оның жанарыңа сені сүйген мөлдір таза көздеріне қалай тіке қарайсың? Оның құшағында жатып, осы әрекеттен жия алмайсың ба? Неге? Саған не жетпеді? Кеше ғана арсыз, тексіз, надан санап жүрген әйелдерден сенің айырмашылығың қалды ма? Айтшы, осы сұрақтарға жауап бере аласың ба? Жоқ, сен бұл әрекетіңді ақтайда алмайсың. Енді сол бір сәттік ләззат үшін өміріңнің соңына дейін өз ар-ұятыңмен күресіп өтуге мәжбүрсің. Айнадағы өз бейнемен жиіркендім. Айнаны қиратып майдалап сындырдым. Айналамның ойпан-тойпанын шығарып құтырған мақұлыққа айналдым. Үстімнен 2 сағат бойы мұздай суды құйып жуынып шайынсам да, өзімді лас, харам сезіне бердім. Өз-өзімнен жек көріп жиіркене бастадым. Өзімнің денемді тырнағыммен осып шашымды жұлғанымды 1-2 сағат өтіп тынышталған соң ғана байқадым. Денемнің бәрін жарақаттап тастаған екен. Бірақ ол жарақаттардың ауырғаны жан азабымның қасында түкке тұрғысыз еді. Неге ол әрекетке барғанымды өзім түсіне алар емеспін. Жан жолдасымның маған айтқан әр бір жылы лебіздері есіме түсіп, жан азабы одан әрі өзегімді өртей түсті. Өзімді өлтіруге де оқталдым. Бірақ
қолымнан келмеді. Ол келсе оған қай бетіммен қараймын? 2 күн бойы төсектен тұрмай жолдасымның әрбір қылығын еске алып, маған деген махаббатын сезініп, жылаумен болдым. Әттең, осы сезімдерді қателікке бой алдырмай тұрып ұқсам ғой шіркін. Тек жолдасымның ғана емес, ата-анамның бауырларымда жақсы тұстарын еске алдым. Адам өзі нені қаласа соны көреді деуші еді. Мен тек олардың ұрысып, жекірген сөздерін естіп, жаман тұстарын ғана елеп жүрген екенмін. Олардың бойына тек жаманшылықты іздеп тұратынымды кеш түсіндім. Сол қателік маған үлкен сабақ болды. Жолдасым келер кезде орнымнан тұрып, жарақаттарымды жақпамен бүркеп, өзімді ретке келтіріп, сүйікті асын дайындап күтіп алдым. Есіктен кіріп қарсы көрінген бойда мойныңнан құшақтап, құлағының түбінде шашын жүрегіммен кешірші мені дегенімді, оның көздері оттай жанып, не болғанын түсіне алмай сасқалақтап қалды. Бір емес себебін айта алмай 100 мәрте кешірім сұраған болармын. Аузымнан басқа сөз шықпай, өңешіме бір нәрсе тығылып, дем жетпей жүрегім қысыла бастады. Әрең дегенде есімді жиып, қалтырап дірілдеген қолдарыммен ас ауқатын бердім. Түн уақыты келіп, сағынышын білдіріп, денеме қолы тигенде көзімнен жас су бұрқақтай атыла кетті. Ол қанша рет сұрақтың астына алса да, неше жауап бере алмадым. Не айтар едім? Сол күйі жабулы қазан жабулы күйінше қалды. Әр түнде ол жаныма жақындағанда, сол бір жиіркенішті түн көз алдыма елестеп, өзімді жек көріп кетемін. Бірнеше минуттық қателігімнен өмірімнің соңына дейін жететін сабақ алдым. Мен қоғамнан алыстатқан өзгелер емес, өзім екенмін. Ел жұрт күлсе болды, өзімді қапасқа тығып алып шықпай жатушы едім. Ел айтса не болыпты? Ит үреді, керуен кешеді деуші еді. Мен сол иттердің үргенінен қорқып, керуенімді бір қуыста қалдырып қойған секілдімін. Олар келеке етіп, күлгені үшін өзімді көп дүниеден оқшаулап, бар қызықтан құр қалып, соны сылтауратып, жұмыс істемей үйде жатып алып, Абай атамыз айтқандай, қарнымның тоқтығы жұмысымның жоқтығынан шайтанның арбауына түсіп қалғаным үшін өзімді жек көремін. Адамдардың бәрі бірдей емес екенін түсіне алмаппын. Менен де жағдайы мүшкіл жандар, біреулер арбамен жүріп жұмыс істеуде, қолы жоқ жандарды өз кәсібін жасап жүргенін көргенде, аяқ қолым бүтін бола тұра болмашы бетімдегі тыртықты желеулетіп, жұмыс істемегенім үшін өз-өзімді жек көремін. Адамдардың тек жаман тұстарын көріп, олардың жақсы тұстарын елемегенім үшін өз-өзімді жек көремін. Өзімнің мінез құлқымды ой елегінен өткізбей, үнемі өзгелерді айыптап, біреуді кінәлайтыным үшін өз-өзімді жек көремін. Бізді аш қалдырмау үшін, күндіз-түні тыным таппаған әке-шешемді жазғырғаным үшін өз-өзімді жек көремін. Бұрындары менен де жағдай жаман адамдар барын біліп, өзімді сол жандармен салыстыра отырып, тәубеме келіп, шүкіршілік етіп жүруші едім. Алланың барын ұмытып, нәпсімен жаңылып, тура жолдан тайғаным үшін өзімді жек көремін. Ақыл мен иманымды бойымнан жойып, нәпсінің құмарлықтың құрбанына айналғаным үшін өз-өзімді жек көремін. Қазір жолдасымен жағдайымыз жақсы. Ұлдарым болса сол бір қателігім үшін және оны жолдасыма айта алмағаным үшін өз-өзімді жек көремін. Қанша тырыссам да бұл сезімнен құтыла алмадым. Ал қайын ағама келер болсақ, ол кісі әлі де бізбен бірге тұрады. Дәрмені құрып, бетін әжім баса бастағанда жұмысы тоқырауға ұшырап, тұтынушыларынан айырылып, не бала жоқ, не әйел жоқ. Есінен адасып, шын ұмытты ма, өтірік пе, ол жағы бір Аллаға және өзіне аян. Өткенін ұмытып, есінен алжасып, бір бөлмеде қамалып, қу тізесін құшақтап өмір сүріп жүр.